Сәлем достар, бүгін барлық нәрсені пісіре беретін қамырды дайындайтын боламыз. Ол үшін тұз бен жұмыртқаны жылы сумен араластырып, қамырымызды сәл қаттылау қылып илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін 15-20 минутқа қамырымызды пакетикке салып қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай жайып аламыз. Айта кететін жайт, жайған кезде ортасын баспай, екі жағынан жаю керек. Сол кезде біздің қамырымыз өте керемет әрі теп-тегіс болып шығады. Бұл қамырмен сіздер мантыны, бешбармақты, пельменді, вареники, самса, пәтірнан барлығын дайындай бересіз. Міне осылай біздің әп-әдемі болып қамырымыз шығады. Егер де сізге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойыңызды бөлісіп кетіңіз.